Амансыздар ма? Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында біздің үйде Балтийский флот деген бескозырка жататын. Қайдан келгенін білмеймін, бірақ біздің үйде бар еді. Енді өздеріңіз білесіздер, совет замандарының сипаты халық қонақ жай, бір-біріне қонаққа көп баратын. Менің әке шешем де жан жаққа баратын. Біздің үйге де кісілер көп келетін. Брежневтің жаңағыдай коммунизм вақты ғой, ойна да күл, же да іш. Өзімнің әкем сияқты бастық бір кісі бір күні біздің үйге қонаққа келіп, өзінің Волгасын, шопырын жіберді, үйге жаяу барам, жақын деп. Сонда үйге кірді жаңағы адам, дастарханға отырды, асқан етті жеді, арақты жақсылап тұрып ішті, тост тілек көп айтты. Сосын әбден шаршағаннан кейін мен жүрмін енді, қасында ет турасып, киім киісіп, жаңағыдай көмектесіп дегендей қолына су құйып, әкем айтты, аяқ киімін кигіз деді. Мен ол кісінің аяқ киімін кигізіп бердім, киімін кигіздім. Ал басында совет заманында өте дефицит норковый шапка бар еді, бас киім. Құндыз бас киімі ғой, қымбат. Ол киімді норковый шапка кигіздің орнына әкем алды да, анау ілініп тұрған Балтийский флот деген бескозырка кигізіп берді әлгі досының басына. Сосын далаға шықтық, дала аяз, желтоқсанның нағыз бораны, аязының кезі еді. Әкем айтты, мен терлеп тұрмын, үйде қалайсыз? Маған айтты, сен ана кісіні үйіне апара сал деді. Біздің үйлеріміздің арамыз бір 2-3 шақырымдай жер болды. Соған мен жаңағы кісіні ертіп үйге апардым. Жолда ана кісі енді бастық кісі, өте бір әлгі қалай десек, дауысы бар дегендей жол бойы өлең айтып барды. Сосын мен ана үйіне апарғанда, үйге кіргізіп, есігіне қоңырау шалғанда, жолдасы жеңгей есікті ашты да, анау ағайдың басына қарады. Сосын ашуланды да, есікті ашты да кетіп қалды. Сосын мен ағайды үйге кіргізіп, киімін шештірдім. Енді бас киіміне әдейі қол тигізген жоқпын. Сол бұрылдым да кетіп қалдым. Таңертең, ендігі күні таңертең анау ағай біздің үйге жетіп келді. Айтты, менің әлгі бас киімім қайда? Бескозырканы алып келді. Сосын айтады, кейін әлгі білдім дейді да, бұл Ораздың шаруасы, яғни менің әкемнің аты Ораз білдірді. Себебі мені киіндіріп атқанда есімде Балтика деп бірнеше рет айтты да, иығымды соқты деп. Сонда анау әйелі сонша ашуланғаны, анау бас киімін жоғалтып алып, бескозыркамен келгеніне ашуланғаны ғой. Содан кейін мен әкем ол кісіге, өзінің жолдасына Балтика деген лақап ат қойды ғой. Көп жыл сосын Балтика деп мазақтап кекетіп еді. Балтика.